Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін семга в сливочном соусе әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниесінде бар. Алдымен семга балығының стейкін осылай видеода көрсетілгендей етіп, екі бөлікке бөліп, әр жағын тұздап, бұрыштап, жақсылап жағып шығамыз. Келесі кезекте саңырауқұлақтарды дәл видеода көрсетілгендей етіп, екіге бөліп тураймыз. Саңырауқұлақтарды турап болған соң, енді черри қызанақтарын немесе кез келген ұсақ қызанақтарды төртке бөліп тураймыз. Турап болған соң, шпинат жапырақтарын алдын ала жуып, құрғатып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Келесі кезекте чеснокты жақсылап ұсақтаймыз. Енді алдын ала қыздырылған табаға зәйтүн майын құйып, дәм тұзы сіңген балығымызды қуыруға кірісеміз. Балықты қуыруға шамамен 15 минут уақыт кетеді. Балығымызды екінші жағына аударып қуырамыз. Қуырылған балығымызды бөлек ыдысқа салып, орнына ұсақталған чеснок пен туралған саңырауқұлақтарымызды салып қуырамыз. Енді саңырауқұлақтарымыздың үстіне туралған қызанақтарды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Бұл кезде асықпаған жөн. Қызанақтарымыз видеода көрсетілгендей әбден езіліп қуырылуы тиіс. Кейін қуырылған массамызға алдын ала туралған шпинатымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Әбден қуырылған соң, үстіне қою сливкиімізді құямыз. Мен 23% президент сливкиін құйдым. Осы кезде жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Соусымыз бір рет қайнаған соң, үстіне қуырылған балығымызды саламыз. Семгаға кез келген гарнир әзірлесеңіз болады. Мен картофельный пюре әзірледім. Осымен біздің семгамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецепті қолданып, осы тамақты дайындауға кеңес беремін. Келесі кездескенше.